Сәлем достар, бүгін біз каналымызда бәйшешектер гүл шоғын суретін салатын боламыз. Ең алдымен көгілдір түсті және де ақ гуашьты алып, жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде бізде ақшыл көк түс шығады. Егер де бояуыңыз қою болып кетсе, онда кішкене су қосып жібересіз. Жалпы негізі бояған кезде сізге өте ыңғайлы болу керек, яғни жұмсақ боялу қажет. Ақшыл көк фонымызды жасап біттік. Ендігі кезекте бізде ол фонды түрлендіру. Ол үшін ақ гуашьты алып осылай ортасынан шет жағына қарай жағып шығамыз. Кішкене су қосамыз әлбетте түріде. Ал екінші шетіне қызыл түсті қосып жібереміз. Сол кезде бізде бір шеті ақшыл көк болса, кішкене күлгін түске жақын түс болып шығу қажет. Ал ендігі кезекте жасыл түсті алып, сол жасыл түс арқылы жапырақтарын сала бастаймыз. Гүл шоғымыздың жапырақтарын саламыз. Өте оңай тәсіл, төменнен жоғары қарай кисточкамызды жүргізу арқылы жапырақтарын саламыз. Яғни бояуымыз қою болмау қажет. Ал енді бояуымызға кішкене ғана қара түсті қосып, жасыл түсімізді қарайтамыз. Және де арасынан осындай қара түсті жапырақтар жүргізіп шығамыз. Ал кейіннен ақшыл жасыл түсті аламыз. Ол түсті араластырып, арасынан ақшыл жасыл түсті жапырақтары салып жібереміз. Және одан кейін ол жасыл түсімізге сары түсті қосып, жасыл сары түсті қосамыз. Сол кезде жапырақтарымыздың палитрасы толық қанды болып шығады.
Ал енді бәйшешектеріміздің гүліне кезек береміз. Яғни молынан ақ түсті аласыздар, және де оны кисточкамызға жағып, молынан қою қылып, арасынан овал пішінін жасау арқылы гүл шоқтарын саламыз. Өте оңай тәсіл, тек қана бояуыңыз көп мөлшерде кетеді демесеңіз, өте оңай тәсіл. Бәйшешектеріміздің саны, яғни гүлдеріміздің саны көп болуы мүмкін, немесе аз болуы мүмкін. Ол тек қана сіздің талғамыңызға ғана байланысты. Осылай овал салу арқылы шет жақтарынан, ортаңғы жағынан, жоғары жағынан гүлдерді салып шығамыз. Астынан жасыл немесе көк түс көріну мүмкін, бірақ еш нәрсе етпейді. Ол тек қана бізге керемет жақсы көрініс береді. Гүлдеріміз төменгі жақтан болуы мүмкін, жоғары жақтан болуы мүмкін. Ол тек қана сіздің фантазияңызға байланысты. Ал енді сары түс пен жасыл түсті араластырып алып, өте сары түске жақын түсті шығарып аламыз. Сол түсті жапырағымызға қоюлатып жағып шығамыз. Яғни боямызды көп қылып алып арасынан жағып шығамыз. Ол яғни біздің бер жағымызда тұрған, яғни бізге жақын тұрған жапырақтарды бейнелейді. Және де осы түсті алып, гүл шоқтарымыздың, гүлдеріміздің түптеріне осылай бір-екі сызықтар жүргізіп шығамыз. Ол не үшін қажет? Яғни ол біздің гүлімізбен сабағымыздың қиылысқан жері. Енді қара түсті алып, кішкене ғана қара түсті алып, осылай арасынан сызықтар жасаймыз. Яғни бұл біздің кейбір жапырақта сабақтарды анығырақ көрсету үшін жасалынып жатқан қозғалыс. Ендігі кезекте бізде ақ түспен арасынан жапырақтарымызда жүріп шығамыз бояп. Ол яғни біздің күн сәулесі немесе жарық шағылысқан жапырақтары.
Енді қайтадан көк және де ақ түсімізді араластырып аламыз және де гүліміздің астындағы вазасын салып шығамыз. Ол өте оңай салынады. Яғни шет жағынан бір сызық, үстіңгі жағынан бір сызық ұзындау, және де екінші бөлімінен бір сызық салу арқылы бояп аламыз. Кейінірек ол вазамызды бояумен толтырамыз. Арасына қара түсте қосамыз. Көгілдір түсімізді толығымен қолданамыз. Ол үшін ақ гүл шоқтарымызға арасынан осындай сызықшалар жасап шығамыз. Гүл шоқтарымыздың арасында тек қана көгілдір емес жасыл түстерде байқалуы мүмкін, бірақ ол түстерді де қазір біз бояп түрлендіретін боламыз. Ол үшін таза жуылған кисточкамызды алып осылай жан-жақты жағып жібереміз. Ал енді вазамызға кірісеміз. Ол үшін қара түсті алып, вазамызға контуринг жасаймыз, және де біздің вазамыз оюлы болғандықтан, оюын сол қара түспен бейнелеп шығамыз. Біздің гүлдерді түрлендіру үшін қайтадан ақ түсті аламыз, және де жаңағы қатты жағылып кеткен көк, жасыл түстердің үстінен кішкене бояп басып шығамыз. Сол кезде гүлдеріміз түрленіп шыға келеді. Байқасаңыз, тек қана ақ түс емес, ақ түстің астында көк және де жасыл түстердің болуы өте әдемі көрінеді. Енді соңғы штрихтар ақ түсімізді алып осылай кисточкамызды шашырату тәсілі арқылы фонымызды әдемілеп шығамыз. Егер бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.